Қайырлы күн, достар. Бүгін мен психосоматика дегенне және ауру қайдан пайда болады, сол жайында айтайын деп тұрмын. Психо дегеніміз бұл жанды зерттейтін ғылым, ал матика бұл материя, жан мен тәннің арасындағы жәнегі сезімдерді зерттейтін ғылымды психосоматика деп атайды екенбіз. Жалпы осы уақытқа дейінгі біздің болып жатқан ауруларымыз бұрынғы жанымыздың ауруынан пайда болған тән аурулары екен. Негізі адам үш бөліктен тұрады: жан, тән, рухтан. Біз негізі рухпыз. Біздің жанымыз, тәніміз бар. Тәніміз скафандр. Жан дегеніміз сезім, эмоция. Рух дегеніміз біз егер де өлетін болсақ, жанымыз бен тәніміз өледі, рухымыз мәңгіліге. Біз рух пен жанның арасындағы ілімді, қазіргі тілмен айтқанда, бұл имандылық, Алламен байланыс. Егер де Алламен байланысымыз үзілетін болса, біздің жанымыз бір қанағаттанбай тұрады, эмоциямыз дұрыс болмайды. Ал жан мен тәннің арасын зерттейтін бұл психосоматика. Жанымыз дұрыс болмаса, сезімдеріміз, онда біздің тәніміз арқылы белгі бере бастайды. Тәніміз ауырады. Біз X1, X2, X3 деп, рухты X1 деп, жанды X2, тәнді X3 деп белгіледім. Не себепті? Біз тәніміз ауыратын болса, біз тәнді емдеуге бастаймыз. Ал негізінде ол түпкі себебі мына жақта жатыр. Жанды емдеу үшін біз рухпен байланыста болуымыз керек. Сонда жан емделеді. Біз негізі түпкі себебін анықтамай тәнді емдей бастаймыз. Дәрі ішеміз, әйтеміз, бүйтеміз, жанды емдемейміз. Сондықтан біз оның аурудың түпкі себебін алып емдейтін болсақ, тән емделеді екен. Хадисте айтылған, әрбір адам өзінің ауруын өзі тудырады, және де өзінің ауруының емін өзі емдей алады деп жазылған. Міне, адамның өзінің жәнегі ауруын толықтай қайдан пайда болғанын және оны емдей алатын қабілеті бар екен. Мысалы, жалпы адамның оң жағы мен сол жақ бөліктен тұрады. Адам ауруы оң жақ почкасы, оң жақ көзі, оң жақ құлағы, оң жақпен байланысты аурулар болатын болса, ол қарсы тарапта адамдармен, мысалы әйел адам болса, еркек адаммен байланысы дұрыс емес, ер адам болса, керісінше қарсы тарапта әйел адаммен байланысы дұрыс емес. Ал сол жақ ауыратын болса, сол жақ көзі, сол жақ мұрыны, мысалы біте беретін болса, не болмаса сол жақ жүрек өзімен байланысты, не аяғы, сол жақ аяқ, сол жақ қол ауыратын болса, сол жақ почкасы ауыратын болатын болса, ол қарсы тарап, өзінің тарапы, сол жақ жүрекпен байланысты, сол жақ өзінің және өзімен байланысы дұрыс емес, өзін қабылдамай жатыр деген сөз. Сондықтан қай жақ ауырады, соған байланысты психосоматикасы солай екен. Ал екі жақ бірдей ауыратын болса, онда және инь-янь энергиясы бойынша адамда ерде, әйелде энергиясы бар. Онда өзімен де байланысы дұрыс емес, қарсы тарапта, мысалы адамдармен байланысы дұрыс емес, не болмаса қоршаған ортамен байланысы дұрыс емес, қоршаған ортаны қабылдамай жатыр деген сөз. Медициналық жолмен айтылатын ауру деген сөз ақпараттық энергетикалық деңгейде тәннің беретін белгі екен бізге. Ауру деген бізге бала күнімізден ауру деген, жаман ауру деген суық өткеннен деп айтады ғой. Ал 80% біздің психосоматикадан екен, ауруларымыздың. Сондықтан аурудан қорқудың ешқандай қиындығы жоқ. Ауру дегеніміз бізге берілген, Алладан келген белгі екен. Және құлым, сен бір жеріңді дұрыс жасамай жатсың, бір ойларың дұрыс емес деп.
осы ойлардан туындайтын материалданған бізге алладан келген белгі екен. Соны түсініп алатын болсақ, біз өмірімізде аурудың бізге беріліп тұрған мүмкіндік екенін біліп, оны жеңіл қабылдай бастаймыз. Енді келесі неде бас ауру жайында айтатын боламын. Келесі оның психосоматикасы, бастың қандай аурулары бар, сол жайында айтатын боламын. Егер менің ақпаратым ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.